Барлықтарыңызға сәлем. Достар, бүгін мен сіздерге 2013 жылға американдық ғылыми фантастикалық триллер Элизиум рай не на земле фильмін айтып беремін. 22 ғасыр. Жер шексіз соғыстардан, аурулардан, ластанудан және халықтың шамадан тыс көбеюінен зардап шегеді. Кәдімгі өмір салтын сақтау үшін ең бай және ең ықпалды тұрғындар планетаны тастап, Элизиум ғарыш станциясына көшіп кетеді. Макс есімді кішкентай балалар үйінде тұрады және керемет Элизиумға баруды армандайды. Ол досының осы тамаша жер туралы әңгімелерін сүйсініп тыңдайды. Макс қызға бір күні оны міндетті түрде сонда апарамын деп уәде береді. Ғарыш станциясының таза ауасы және тамаша дамыған медицинасы бар. Онда өлімге әкелетін ауруды емдеуге, немесе айырылған аяқ-қолды қалпына келтіруге болады. Сонымен қатар ғарыш станциясының тұрғындары өз денесін жасарта алады, сондықтан олар жердегілерге қарағанда әлдеқайда ұзақ өмір сүреді. Бірақ қарапайым тұрғындар Элизиумға қол жеткізе алмайды. Олар тіпті Элизиумға барып емделуге де рұқсат етілмейді. 2154 жыл келеді. Ержеткен Макс да Коста Лос-Анджелестің қараңғы аудандарының бірінде тұрады. Таңертең Армадин компаниясына жұмысқа баруға дайындалып, автобусқа кезекке тұрады. Бұрын Макс көлік ұрлаумен айналысқан, бірақ қазір ол қылмыстан бас тартып, жердегі тәртіпті қадағалайтын дрондардың бөлшектерін жасаумен айналысады. Орынсыз әзілдеген үшін робот полиция қызметкерлері Максты ұрып-соғып, қолын сындырады. Ол ауруханаға барады. Ол жерде медбике болып жұмыс істейтін өзінің бала кезіндегі досы Фриді кездіреді. Жігіт қызды жақсы көреді және оны кофеге шақырады. Таңертең роботтармен болған оқиғаға байланысты Макстың шартты жаза мерзімін тағы 8 айға созады. Макс зауытқа кешігіп келіп, бастығы кешіккені үшін жаза ретінде қосымша жұмыс уақытын қосады. Осы кезде жердегілер жоғары сапалы дәрі-дәрмекті пайдалану үшін Элизиумға заңсыз рейс ұйымдастырады. Ғарыш станциясына бірнеше ондаған қарапайым адамдары бар 3 кеме ұшып келеді. Бірақ Элизиумның қорғаныс министрі Делакор ханым бөтен ұшатын нысандардың жақындағанын байқайды. Ол зымырандарды атып, заңсыз ұшып келе жатқандарды өлтіруге бұйрық береді. 2 ғарыш кемесі ғарыш кеңістігінде жарылып, 3-шісі Элизиумға қонды. Олар кемеден түскен сәтте роботтар шабуыл жасайды. Олар қарапайым адамдарға қарамай өлтіреді және тұтқындайды. Тек бір әйел ғана науқас қызын зертханаға әкеліп, бірнеше секундта оның сынған сүйектерін қалпына келтіріп алады. Бірақ бірден екеуін де роботтар алып кетеді. Келесі күні Макстың жұмысында бір зат бұзылады. Жұмыстан шығып кетуден қорыққан бастығы Макске мәселені шешуді бұйырады. Қателесіп, Макс бөлмеге қамалып, өлімге әкелетін радиация дозасын қабылдайды. Робот дәрігер Макске жақын арада оның барлық мүшелерінің істен шығып 5 күннен кейін өлетінін айтады. Робот жәбірленушіні дәрі-дәрмекке айырбас ретінде зауытқа қарсы талаптардан бас тарту туралы қағазға қол қоюға мәжбүр етеді. Дәрілер Макстың денесінің қалыпты жұмыс істеуіне қайтыс болғанға дейін көмектеседі. Оны тек Элизиумда ғана толығымен емдеуге болады. Компания директоры Карл Айл жәбірленушіні көруге келеді. Ол Максқа менсінбей қарап, денесі ыдырап еденді зақымдауы мүмкін деп, оны бұл жерден алып тастауды бұйырады. Пайдасыз қызметкерді жұмыстан босатып, өлу үшін үйіне жібереді. Осы уақытта Элизиум президенті Патель министр Далакорды кеңсесіне шақырады. Ол 2 ғарыштық кемелерді рұқсатсыз қиратқаны және 46 адамды өлтіргені үшін қорғаныс министрі Делакорға сөгіс береді. Президент сонымен қатар зымыранды тікелей атқылаған агент Крюгерді жұмыстан шығаруға бұйрық береді. Крюгердің психикалық ауытқуы бар және басқалар үшін қауіпті. Макс үйіне келеді. Ол өзін нашар сезініп, досы Хулиоға болған оқиғаны айтады. Бұл аурудан аман қалудың жалғыз мүмкіндігі Элизиумға бару екенін түсінеді. Макс пен Хулио ғарыш станциясына адамдарды жіберіп жатқан жергілікті гангстер өрмекшіге барады. Өрмекші шатылға билет беруге келіседі, бірақ бір шарты бар. Макс Элизиум тұрғынын ұрлап, оның миынан органикалық ақпаратты жүктеп алу үшін арнайы құрылғыны пайдалану керек. Банк кодының нөмірлері, парольдер, тіркеу деректері. Бұл миллиардтаған долларға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Өрмекші Максты дроид сияқты күшті ететін 3-ші поколенияның экзокостюмін береді. Бұл идея Хулиоға ұнамайды, бірақ Макс келіседі. Дәл осы уақытта Далакор ханым Карлайға саяси төңкеріс жасап, қазіргі президентті құлатуды ұсынады. Оның орнына келесі 200 жылға Армадин компаниясымен тиімді келісім шарттар жасайды. Ер адам келіседі, ол жүйені өзгертетінін
және президент Паттелді жай ғана жоқ қылып жібере алатынын айтады. Далакурдың өзі президенттікке отыруды жоспарлайды. Карлайл жерге оралып, арнайы бағдарлама жазып, оны ми имплантына жүктейді. Сонымен бірге ол деректерді Карлайлдың өзінен басқа біреу қол жеткізуге әрекеттенсе, ол бірден өлетіндей етіп шифрлайды. Максқа операция жасайды. Оның денесіне арнайы электронды құрылғылар енгізіледі, және ол өте күшті болады. Жігіт құпия ақпаратты кімнен ұрлайтынын анық біледі. Макс, Хулио, өрмекшінің адамдарымен бірге Армадин компания иесінің шатылын атып түсіреді. Жігіттер мен дрон күзетшілері арасында атыс болады. Жігіттер роботтарды өлтіреді, бірақ олар Карлайлды да ауыр жарақаттады. Макс Саймонмен бірге оның миындағы құпия деректерді жүктей бастайды. Бірақ ақпарат шифрланған болып қате пайда болады. Осы уақытта Далакур болған оқиға туралы хабар алады. Ол агент Крюгерді жағдайды түзетуге жіберіп, оның лауазымын қалпына келтіруге уәде береді. Керемет қаруланған және дайындалған Крюгер өрмекшінің адамдармен Хулионы өлтіріп, Максты жаралайды. Ол қашып үлгереді, ал Карлайл болса көп қан жоғалтудан өледі. Агент Крюгер шатылға отырып, Максты іздеуді жалғастырады. Жігіт шошқа арбаларының астына тығылып, оны агент байқамай ұшып өтіп кетеді. Далакур ханым Лос-Анджелесті оқшаулауға бұйрық беріп, қала үстінде ұшуға тыйым салады. Макс қашып жүргенде ешкім қаладан кетпеуі керек. Жараланған Макс аурухананың жанына келіп құлап, оны Фрей тауып алады. Фрей қызы Матильданы ауруханадан алып кетпек болған. Фрей Максты алып, оған алғашқы көмек көрсетеді. Таңертең жігіт есін жинайды. Сосын ол қызға Элизиумға не үшін барғысы келетіндігін айтады. Фрей кішкентай қызының жаман аурумен ауыратынын айтып, Максқа қызды өзімен бірге алып кетуін сұрайды. Бірақ жігіт ештеңе істей алмайтынын айтып кетіп қалады. Крюгер Макстың қайда екенін біліп, Фрейдің үйіне кіріп кетеді. Бойжеткен Макстың қайда кеткенін білмейді. Сондықтан агент оны қызымен бірге ұстап алып, өз ұшағына апарады. Макс өрмекшіден оның басында Элизиумға баруға жер тұрғындарына жолын аша алатын құнды ақпарат бар екенін біледі. Бірақ гангстер ұшуға тыйым салынғанына байланысты уәдесін орындап, оны ғарыш станциясына жібере алмайды. Макстың санаулы сағаттары ғана қалады, және ол басқа жолмен жүруге шешім қабылдайды. Макс Крюгерге келіп, оны Элизиумға апарып емдеуді бұйырады. Әйтпесе ол басын жарып жіберуді және барлық деректер жойылатынын айтады. Агент келіседі және Максты өзінің ұшағына кіргізеді. Ол жерден ол Фрейді кездестіріп, жағдайдың нашар екенін түсінеді. Олар Элизиумға жақындаған кезде Крюгердің адамдары мен Макс арасында төбелес басталады. Ғарыш кемесі басқаруды жоғалтып, тез құлай бастайды. Шаттыл ішіндегі адамдар қабырғадан қабырғаға соғылады. Осы кезде Макстың қолынан граната шығып кетіп жарылып, сонымен бірге Крюгердің бас сүйегінің жартысын жарып жібереді. Элизиумға ғарыш кемесі құлайды, бірақ адамдар аман қалады. Макс Фрейге шығуға көмектеседі. Матильданың жағдайы нашарлап, комаға түседі. Фрей бірінші кездескен үйге жүгіріп кіріп, қызын медициналық капсулаға салады. Дегенмен ештеңе болмайды. Матильда Элизиум азаматы емес. Оның денесінде ерекше белгі жоқ, және оны емдеуге болмайды. Күзетшілер Фрей мен Максты ұстап алады. Максты диванға байлап, оның өліп қалуына қарамастан деректерді алуға әрекет жасайды. Матильда мен Фрейді қажетсіз деп бөлек бөлмеге қамайды. Бірақ дәрігерлер Максқа операция бастауға үлгермейді, өйткені ол босап қашып кетеді. Осы уақытта өрмекші әуе кеңістігінің қайтадан ашық екенін және Макстың Элизиумға ұшып кеткенін біледі. Гангстер өз адамдарымен бірге ғарыш станциясына аттанады. Крюгердің адамдары әрең тірі қалған агентті медициналық капсулаға апарып, басын қалпына келтіреді. Өлім аузынан тірі қалған Крюгер билікті жалғыз өзі басып алуды шешеді. Далакурмен сөйлесіп жатқан кезде агент әйелдің мойнына айна сынығын сұғып алады да, оны өлу үшін Фрей отырған бөлмеге лақтырып жібереді. Крюгердің жалдамалы жауынгерлері дүрбелең тудырады және көптеген жоғары лауазымды шенеуніктерді өлтіреді. Содан кейін агент қашқынды іздеуге барады. Осы кезде Макс Фрей мен Матильданы босатып, оларды медициналық капсулаға жібереді. Жігіт өрмекші мен оның адамдарын кездіреді. Макс гангстерден Фрейге көмектесу үшін бір адамды жіберуді сұрайды, және ол өзі Крюгердің лаңкестерімен шайқасқа кіріседі. Ол жалдамалыларды бір-бірлеп өлтіреді, содан кейін олардың басшысына кіріседі. Төбелес кезінде Макс агентке гранатаны байлап, оны жарып жібереді. Содан кейін Макс пен өрмекші жаңа бағдарламаны іске қосу үшін басқару жүйесіне асығады. Деректерді енгізгеннен кейін гангстер бұл кейіпкердің өмірін қиятынын біледі. Өрмекші Макстан не істеу керектігін сұрайды. Оны іске қосу керек пе, жоқ па?
Макс Фрейге қоңырау шалып қызбен қоштасып бастау түймесін өзі басады. Қаһарман бірден өледі, бірақ сол сәтте жердегі барлық адамдар Элизиум азаматы болады. Президент ішке кіреді, бірақ оның күзетшілері енді өлмекшіні заң бойынша қамауға ала алмайды. Ол өз адамына айналды. Осы кезде Фрей капсуланы іске қосып, кішкентай Матильдасын емдейді. Элизиум жүйесі жер бетінде көптеген ауру адамдар бар екенін анықтайды. Планетаға медициналық капсулалары бар ғарыш кемелері жіберіледі. Енді жердегілердің барлығы дертінен айығылады. Макстың оқиғасы шынымен де тартымды, әсіресе осындай құрбандықпен аяқталғаннан кейін. Адамдардың тең болу үшін жанын берді. Бұл теңдік қашанға дейін жалғасады деп ойлайсыздар? Біреулер өздерінің өмір сүруін қамтамасыз ете алды, және медицинада фантастикалық серпіліс жасады, ал басқалары жерді өз қолдарымен жоюда. Соңғы көріністен кейін көп нәрсені ойлануға болады. Басты кейіпкердің орнында сіз болсаңыз қалай жасар едіңіз? Фильм қызықты болды деп ойлаймын. Соңына дейін тамашалағандардың барлығына рахмет. Лайк басып каналға жазылыңыз.